Біз қазір Динара Саджанның өз парақшасында блогерлерге 500 мың теңге ұсынып, орамал таққызып жатқандар бар деген ақпаратқа тоқталып отырмыз. Сізге ақша ұсынды ма? Жоқ, әрине, бұл орамал деген әр адам өзі бір кезең болады. Орамал тағатын, таққысы келетін және осындай шешімді қабылдайтын. Бұған ешкім даже біреу берем десе де, берем десе де сен ала алмайтын кезің болса, сен оны ала алмайсың да, егер дайын болмасаң. Сондықтан, тем более біздің Қазақстанда ондай нәрсе жоқ. Ол мүмкін ол кісі енді бізде сөздің ашығы керек, батыс жақтарда, Ауғанстанға, Сирияға аттанған адамдар көп болды. Оны ол кісі астын сызып айтты да, қара жамылғандар деген сияқты. Оны енді бізде ағым көп қой, тарамдары көп болады, теріс жолға түсіп кеткен қандастарымыз, отандастарымыз көп. Сол кісілерге мүмкін соларға бұрып айтқан шығар. Бұл жерде Динара менің ойымша, естуімше деп айтқан. Солай деп. Нақты дәлелсіз. Дәлелсіз. Ал бұл енді былай қарасаңыз кәсіби журналист қой. Кәсіби журналист нақты фактпен сөйлеу керек та. Сондықтан бұл кәсіби тұрғыда өте сауатсыздық біріншіден, екіншіден өзін-өз ақтап алуға тырысады көбісі. Мысалға да орамал тақпады немесе мен мына жерде қараңызшы. Сонда Динара Саджан өзін-өзі неден ақтап алып отыр? Мысалға қалай десек болады, біздің қазақша ислам ол орамал емес деп есептейді. Мына жерде қарасаңызшы, личный традиционный казахский ислам дейді. Негізі қазақша ислам немесе өзбекше ислам деген жоқ. Ол жерде нақты мәзһаб мектептері бар және сенімге қатысты мектептері бар. Бұл үлкен ғылым және шелпеки по пятницам. Бізде мынадай түсінік бар да, дінімізді, исламның құндылығын шелпектің деңгейінде есептейді да, соның деңгейінде айтады. Және Құран бейіттің басында дейді. Бұл да қарасаңыз кезінде кеңес дәуірінен қалған түсінік. Негізі хадистерде, Құранда шелпек туралы ешқандай әңгіме жоқ. Дәстүрлі ислам біздің шелпек пісіреміз деп олай шығады да, қарап тұрсаңыз. Бұл негізі садақаның бір түрі. Кезінде кеңес дәуірінде қалай болды, бүкіл Құрандарды ашаршылық кезінде нанды пісіріп таратқан. Садақаның бір түрі. Мысалы өзімізде бала кезімізде жеті шелпек пісіреді, қуанып, шелпек жегемізге мәз болып сөйтетін ек қой. Бұл бір жағынан ағайындар жақындастырған, сондай бір садақаның түрі ғой. Сондықтан бізде сондай бірте-бірте ол қалыптасқан дәстүріміз ғой. Яғни бұл исламда қайшы емес. Исламға ешқандай қайшы емес, садақаның бір түрі. Негізі қазақтар айтады, Құдай, Тәңірім. Мысалы, шелпекке келсек, дәм еткен әруақтарға тие берсін деген сөзбен таратылады. Мысалы, ол біздің қазақи сөзіміз. Мына жерде мен Динара ханымды мен құптаймын ойын. Сол себепті мен айтып отырмын. Жоқ, құптағанда біздің дініміз шелпектің деңгейіндегі нәрсе емес қой. Бұл дәстүріміз өзіміздің. Айша ханым, мен айта кетейінші, өз ойымды. Әрқайсымыз біз зайырлы мемлекетте тұрамыз, дұрыс па? Біз арабизацияға мен қарсымын негізі. Неге? Өйткені менің ойымша дін ол жүректен шыққан нәрсе. Оны бүйтіп тұрып насихаттау керек емес. Ол тағдырында бар адам, ол өзі келет ол дінге. Мысалы, қарап отырсақ, міне, жас өспірім, 22 жасар қыз. Әлі өзінің жолын тапқан жоқ. Өзінің психологиялық тұрғыдан әлі өзін іздеуде. Мен мысалы Әл-Фараби мырзаны құптаймын. Оның сөзі маған ойы ұнады. Өйткені ол айтып отыр. Жас өспірім. Оның психикасы әлі тұрақсыз. Ол өзі білмейді. Қалыптаспаған. Ол өзі білмейді. Не жақсы, не жаман. Үйіне барады, үйінен келеді, достармен ойнайды. Ол керек емес нәрсе оның ойында. Мысалы, дін деген нәрсе. Ол үйінде берілген тәрбие, ол үйінде берілген тәрбие. Мектепте берілген тәрбие, ол мектептің тәрбиесі. Сол арқылы ол қалыптасу керек. Әсел ханым, сізді түсіндім. Мен мысалға Аида ханымның айтқанына қарсым деген жоқпын. Себебі бұл жерде бұл мемлекеттік деңгейде өзі құзырлы орындар бірігіп шешілетін мәселе да. Яғни менің ойым, сенің ойым деп бұл жерде біз талқылап, олмен шешілмейді, бұл эмоциямен шешілмейді. Бұл нақты өзі іс-әрекетпен жасалу керек. Айнұр Мұхади, сіз журналистсіз. Бағдарлама басында оқушылардың хиджаб киюіне қарсымын дедіңіз,
Ал қазір блогерлердің көбі хиджабқа келді. Оған қандай пікірдесіз? Енді ол кәмелет жастан асқан адамдар, оны әркім өзі біледі деп ойлаймын. Қандай киім кисе де оған тоқтау сала алмаймыз.